номинациясының жеңімпазы Кім? Нұрлан Имам. Естілмейді? Нұрлан Имам. Сонымен жыл блогері номинациясының жеңімпазы Нұрлан Имам. Ассалаумағалейкум ардақты қазақ елі, құрметті халқым, құрметті жастар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жаңа ғасырды, жаңа жылды осы жақсылықпен, еліміздің құтыменен, осы берекеменен, осы жастарменен, келешекке сенімді сіздерменен қадамымыз нық басуын Алла нәсіп етсін. Нұреке, қош келдіңіз. Негізінде достар, бұл өте ерекше формат. Нұрлан ағамыз кәдімгідей зайырлы түрде, қазақи түрде, дінді кәдімгідей насихаттап жүрген адам. Және де ең ерекшесі осы жастардың тілімен, жастардың тәсілімен, жастар көп отыратын жерде TikTok'та өзінің ойларымен бөлісіп жүр. Қошеметтеріңіз. Қошеметке лайық дүние ғой. Ең бастысы түсінікті оймен бір жақсы дұрыс нәрселерді насихаттап жүрген жан. Және мынандай сұрақ, осы келгеніңізді пайдаланып бір-екі сұрақ қойып қалсақ деп жатырмыз. Жалпы Нұреке, плагиат жазған дұрыс па, дұрыс емес па? Плагиат харам ба? Дикий әнші, не дикий әнші, танымал әнші, танымал емес әнші, звезда болған әнші, звезда болмаған әнші, кімнің өлегін айтса да рұқсатпен айту керек. Жүрдер ғой, Жүрдіңдер ғой, Және де мынандай сұрақ, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Жалпы өзінің кәдімгідей бар жиған терген, өмір бойы алған дүниесін, үйін сатып, кино түсірген дұрыс па, дұрыс емес па? Қалай ойлайсыз? Үйін сатқаннан кейін екі жол бар. Екеуі де кино болады.